Одан кейін мына жерде бастау болды ғой бірінші. Одан кейін екінші жапырақ шыққаннан кейін мына жерге Z7 деген бар мінекей. Z7 деген бар. Сосын Z-Lux деген бар, екі түрі бар. Осыларды жапыраққа береді. Жапырақ уже шыққаннан кейін. Бүркет, сосын жаңағы тамырға да жасап алатын сағашы кішкентай. Бұны 100 граммы 50 литрге құйылады. 50 литрге аласып сондай қылады, сондай ше. Сондай есеппен құяды сондай. Сол кезде жаңағыдай жасыл шөптердің шығымдылығын жақсартады. Бұны қарап отырсаңыздар, дайындауда ешқандай бір наука қажет жоқ. Өздеріңізде үйде барып, мынандай жасап қойсаңыздар, уже 4-5 күнде тауықтарыңызға, 7 күнде малдарыңызға бере бересіз. Это вместе, они тоже имеют и протеин, белок, и витамины, это все там тоже есть. Большой акцент на гидропоновый корм. Мы начали 2 года тому назад в Киргизстане, это в Бишкеке, и потом в городе Ош. Там у нас были несколько семинаров, тренингов. И особенно в Киргизстане это очень хорошо принялось. И фермеры с большим энтузиазмом это взяли на себя. Например, у нас был первый семинар, это было когда-то в октябре, и после 6 недель у нас второй семинар был, второй тренинг был в городе Ош. И в течение этих 6 недель там 6 разных фермеров, они уже начали своего самостоятельного проекта. Так что это актуальная тема, и очень быстро и бурно она распространяется. И по поводу экологии и климата, это чего-то, которое страны в Центральной Азии, они нуждаются в эту технологию. Жылдан бастап біздің жоба іске асырылуда. Біздің негізгі жобалық өңіріміз ол Арал теңізінің төңірегі, Қызылорда облысы және Өзбекстандағы Қарақалпақстан, Хорезм облыстары болып саналады. Негізгі жалпы мақсатымыз жобаның Арал өңірінің экологиялық жағдайын жақсарту және ауыл шаруашылығы тұрғындарының экономикалық жағдайында жақсарту болып саналады. Осы жоба аясында бірнеше бастамаларымыз бар. Сол бастамалардың бірі осы фермерлерге гидропониканы қолдану бойынша әдістерді көрсетіп үйрету болып табылады. Сондықтан да бүгінгі семинарымыз сол тақырыпқа арналған. Сол мақсаттарда біз халықаралық экспертті жұмылдырып 2 күн бойы семинар өткіздік. Ең басты мақсатымыз осы жаңа технологияны халық арасында тарату.
және егер де осы технологияны келешекте шаруа қожалықтар алып кетсе, ары қарай дамытып, ары қарай біз осы шаруа қожалықтарымен жұмыс істеуге дайынбыз. Және осы ұқсас басқа да оқу курстарын ұйымдастыруға әзірміз. Қолмен еккенде бірақ өте өнім көбейді. Ал тұқым енді бұл бірнеше есе азайды. Өйткені көшетті еккенде жаңа айтып отыр ғой, біз былайша еккенде бір квадрат метрге 700-800 дән себілді. Кемінде бір метрді. Ал көшетті еккенде 1 метр квадрат деп есептесең, ол шамалы бір 50-60 дақы сондай дән кетеді. Былайша көшетті санаға кетеді. Сіз мысалы биыл еккен егініңізді басқалай кету үшін бір жыл күтесіз ғой, қайтадан. Ал бұл кісінің айтты, мына гидропониканың бұл неше түрі бар екен, қарапайым түрлері. Соны пайдаланып, мысалы жем жетпей бізде қуаңшылық болып жатыр ғой. Мысалы, биыл Таразда болды, неде, Жамбыл облысында болды, Атырауда бірдемде. Енді бәрін 100% шешпей шығар мәселен. Бірақ осындай нені, бұны тез жерді, ауа райын уақытты күтіп жүрмей, бірден осы қондырғыға орнатып, жем-шөп өндіріп, анау азғантай мал болса, аман алып қалуға болатын сияқты да. Су үнемдеудің өсімді бір ретінде көшеттелу технологиясы. Бұл енді көп жерінде жүріп жатыр. Осы жағдайда біз енді Қазақстанда осы дүние жүзінде күріштің мысалға 119 мемлекетте егілетін болса, соның біздің Қазақстандағы 119 мемлекеттің ішінде орта бойында 45 әртүрлі көрсеткенге байланысты 45-ші, 60-ші орындарда Қазақстан отыр. Яғни өз тәжірибесі бар. Сондықтан күріш институтында осы ғалымдары мінекей 2000 жылдардан бастап, одан кейін кешегі 18-19 жылдары біздің институттың ғалымы Құрбанбек Бәкірұлының осы тікелей бастауымен осы көшеттеу егу технологиясына көшкен болатын. Ол үшін осындай арнайы жаңа кеше көрдіңіздер, осы өзі Құрбанбек Бәкірұлының осы ұсынысымен гидропондық қондырғыны алдырған болатын. Қазір көп ауылдық елді мекендерде қаланың ішінде мал бордақылау ірі бизнеске айналып барады. Өйткені қол жетімді, қазақша айтқанда. Ол тағы да ет бірақ қатты қымбаттамағанмен басқа жұмыс жоқ. Енді малды жігіттер біледі ме, жылқыларды сатып алып, ет бағытында соны гидропониканы до них не доходит. Сол жетсе мысалы, сендердің абай дәулетті широкий бизнес емес, орадағы бизнеске олардың қолданылымы өте тиімді болады. Какая польза это имеет? Но это не то, что если там был 1 килограмм пшеницы, тогда если через 7 дней, когда это превращается в корм, это значит, там только вода добавляется. Это не так. Потому что в течение растений эти зерна, это семена, там большая трансформация получается в эти семена. Там, например, белок превращается разбивается на маленькие
молекулы – это кислые аминоасиды. И, например, крахмал превращается в сахар. Еще другие есть изменения, которые помогают как-то легкое или легче пищеварение для животных. Прочитав литературу, я пришел к выводу, что гидропоника – это наиболее такой оптимальный вариант, инновационный вариант, который решает все вопросы по снабжению кормов для животноводства. Методом гидропоники можно выращивать все кормовые культуры, там, пшеница, рожь, пшеница, ячмень, но и бахчевые культуры, как огурцы, помидоры, там, клубника и так далее. Плюс этого метода в том, что для внедрения такого варианта выращивания нет необходимости в покупке дорогой техники, содержания каких-то огромных амбаров, складов, какое-то максимальное количество химического удобрения и так далее. Принцип выращивания метода гидропоники считается оптимальным и более простым виде. Для каждой категории есть определенный процент. Этот процент считается на основании живого веса животных. Например, для керсы, это крупные рогатые скоты, это между 1,5 до 2%. Это значит, это будет, например, я думаю, если правильно считаю, если скот 500 килограммов, это будет между 7,5 до 12 килограммов. Это сутки. Это зеленый корм. Да. А для барана это будет, думаю, это будет около 2% живого веса. Для кур это по-другому. Так что есть определенные рекомендации, сколько можно этого зеленого корма дать. Но это ясно, что нельзя только давать зеленый корм для корма. Есть максимальное. Значит, если там 100% вы даете корм, только 70% из этого может быть зеленый корм или гидропоник. Это покрывает широкий диапазон. Например, зеленый корм, он прибавляет вес, он как-то поднимает стандарт качества мяса. Если корова дает молоко, мы доим ее, тогда она увеличает молоко и улучшает качество молока. Например, жир в молоко, она становится выше, и там даже цвет молока становится белее. Значит, это широкий диапазон, который улучшает и качество мяса, и качество молока, и количество. Жалпы болашақтағы осы судың азаюына байланысты жалпы істелетін тірліктерге өте ірі шаруашылықтар болмаса да, мына майда шаруашылықтарға біз үшін өте тиімді деп есептейміз.
Бұның енді бір қиыншылығы нәрсесі. Көптеген қазір біздің облысымызда бір ірі шаруашылықтарға мемлекет тарапынан көмек болғанмен, мына осы майда шаруашылықтарға осы саламен айналысу үшін көптеген кедергілер болады. Арнайы мемлекеттен ақша бөлінсе дейміз. Біздің жерге де осындай қондырғыларға келіп, техникалармен қамтамасыз етілсе, істейтін болашаққа керек. Қазақстанның әрбір отбасына, кәсіпкерлеріне тиімді деп есептеймін. Эта новая технология, она развивается очень бурно. Есть некоторые страны, которые они впереди этого исследования. И, например, Индия, они очень быстро развиваются, потому что у них скотов там много, и надо кормить их. И многие новые знания идут оттуда. Там есть другие страны мира, в Европе, в Америке. Это все новая информация развивается, исследование продолжается. Так что это процесс начался много лет тому назад. И сейчас, смотря на изменение климата, это становится намного важнее. Көп нәрсе үйрендік, Құдай қаласа іске асырамыз, халыққа қызмет етуге, малды жақсы өнім алуға осыларды енді қолданамыз, азық есебінде. Рахмет. Тұрар апа, өзіңізге бүгінгі Көпті мына ғалымдардың ісімен танысып, білісіп, тәжірибесін көріп, үйрену ойымызда бар. Келешекте еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға, халықтың әл-ауқатын жақсартуға септігі тигізеді деп ойлаймын. Осыны қолдануды бәріміздің қадамымыз. Человек должен знать технологию. Фермеры, которые они родители из фермерской семьи, там дедушка занимался этим, потом отец занимался, уже дети более-менее знают, что делать. А здесь надо научиться, здесь надо иметь минимальная информация про процесс роста каждого растения, что это растение требует. И давать то, что каждое растение требует, давать им в точное время, которое растение требует этого, для максимального урожая.